Мысалға осындай 3 дорожка жазып алдық дейік. Бірінші lead вокал және қосымша бэк вокалдар. Ұмытып кетіппін, тағы да бір айтатын зат, егер сізге минустың тональнысын көтеріп немесе түсіру керек болатын болса, shift 0 жарты тонға көтереді және shift 9 керісінше жарты тонға түсіреді. Ал енді жазып алған тректі тыңдап көрейік. Бұл тректі мен бір ай бұрын жазған болатынмын. Басқа студияда бұл тректің дауысы жөнделіп тұр және де панорамирование жасалған варианты. Және бұл продакшнда толықтай 2 бала жасадық. Бір бала аранжировкасын жазды, әнін және сөзін жазған болатын. Менікі запись, сведение және саунд дизайн. Саунд дизайн, яғни аранжировкадегі кейбір звуктарды өзгерткен болатынмын. Келесі дауысты жазып алғаннан кейін сіздерде бұл жерде моно файл тұрады, ал менде стерео болып тұр, өйткені мен импортталған файлдарым. Ең бірінші істейтін затыңыз ол мелодий немесе автотюн, тағы да басқа pitch коррекция жасайтын программаны ашамыз. Көріп отырғандарыңызда бұл жерде барлық ноталар өз нотасына түсіп тұр тональность бойынша. Мысалға сіздерде бөлек дауыс бар дейік. Сол дауысты мелодийна өткізгеннен кейін V кнопкасын басамыз да баунсинг жасаймыз рипердің ішіне. Бұл жерде мелодийна өткен, бірақ мелодийн іске қосылып тұрған варианты. Ал бұл жерде шыққан істен вариантында мелодийна өткен және экспорт жасалған варианты. Не үшін осылай? Маған осылай жұмыс істеген ыңғайлы. Өткені мен көбінесе бір қайырмалық әншілермен жұмыс істеймін. Мысалы, бір қайырманы жазып алдық и copy-paste. Дәл сол сияқты барлық дауыстарды мелодийна өткізіп аламыз. Өздеріңізге керекті, тек қана керекті. Және де оң жаққа, сол жаққа панорамировать етуге болады. Мысалы, менде панорамирование жасалып тұр. Тез уақытша дауыс жөндеу барысын көрсетейін. Группаның ішіне Club Vocals қала берсін. Группаның ішінде компрессорды өшірейік және эквализацияны өшірейік. Және группаға ат берейік. Vocal Group. Және де оны бояуға болады Shift плюс C. Келесі бізде басты вокал. Оны да бояйық. Ең бірінші жасайтынымыз қалған вокалдарды мют қоя тұрамыз. Lead вокалмен жұмыс жасаймыз. Соло, Fab Filter Q-ді ашайық. Керегіміз низкий частоталарды алып тастаймыз. Tennessee shining like a diamond. Tennessee shine. Келесі жасайтынымыз ол компрессор. Мысалға Airvox алайық. Өте оңай компрессор, мықты жұмыс жасайды. Gain Reduction'да -6-ға шейін апарайық. Just clean up the egg in the sky. Till the clouds are sacrificed, the lion. Just clean up the egg in the sky. Келесі қосымша тағы да бір компрессор қолданайық. Мысалға CLA 76. Бұл жерден пресеттер таңдауға болады. Маған ең ұнайтын пресеттің бірі Greg Wells, Lead Vocal. Бұл жерден де -5, -6 Gain Reduction'да компрессормен, Threshold'пен қысайық или сығайық. Компрессорды қолданғаннан кейін эквалайзерге қайттан баруға болады. Мысалы, кейбір жерлерде маған кейбір частоталар ұнамай тұр. Just clean up the Till the clouds are sacrificed, the lion. Just clean up the egg. Till the clouds are sacrificed.
still lying, just clean up the ebb in the sky. If I rock, I shut you. Кешіріңіздер, тағы да ұмытып кетіппін. Проектті сақтау керекпіз. Ctrl-S. Reaper курсының ішіне барайық. Екінші проектті ашайық. Көшіріп аламыз. Екінші проект. Ctrl-V. Қондырамыз Save. Ctrl-S, Ctrl-S. Feel the clouds of sacrifice still lying, just clean up the ebb in the sky. If I rock, I shut you. Келесі компрессордан кейін тағы бір эквалайзер қолданайық. Сағыда менің сүйікті бір эквалайзерлардың бірі Mac EQ4. Бұл жерде тек қана тректің жоғарғы частотасын көтереміз. Мысалға мен 10 кГц таңдайын. Feel the clouds of sacrifice still lying, just clean up the ebb in the sky. If I rock, I Ал енді плагинді сөндіріп қайтан қосып көрейік. Өзгеріс жақсы жағынан бар ма, немесе жаман жағынан бар ма? feel the clouds of sacrifice still lying, just Барқытыныз пайда болды, маған өте ұнайды. Келесі қолданатынымыз ол DSR. DSR стерео қолданамыз. Көп плагиндерге толық тоқталмайын, өйткені бұл бізде Reaper'дің сабағы. Тез істейміз. feel the clouds of sacrifice still lying, ebb in the sky. Feel the clouds of sacrifice, feel the clouds of sacrifice still lying, just clean up the ebb in the sky. Қосымша пространственный обработка жасайды. Бұл жерде екі варианты бар. Яғни сіздер тректі ашасыздар. Оған өздеріңіздің қалаған ревербтеріңізді қолданасыздар. Мысалға менің ең көп қолданатын реверб ол Valhalla Vintage Verb. Қалаған режим таңдап, мысалы play. Ревербтің құйрығын азайтамыз. Дәл осы дорожканың роутингін істей отыра, біз реверб салынған трекке апарамыз. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. Unlock the four kingdoms, flow for my act. Let me rock my legs back. Мысалы, ревербті жазып қойық. Тағы да қалаған түсімізге бояйық. Мысалы, осы каналға ревербтің астына тағы да эффекттер қолдану болады. Мысалға мен Fab Filter Pro Q-ді қолданам. Ол жерден керек емес төменгі частотта қоқыстан тазартайық жиіліктен. Және жоғарғы частотадан да. Бұл жерде қалаған трюктеріңіз жасауға болады. Және де Imager қолдануға болады бұл жерге. Imager, яғни стерео каналды одан ары қарай дамытамыз. Немесе моно қыламыз. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't. Немесе тағы да оңай жолы бар. Бұл да вариант. Lead vocal тұрған трекке барамыз, Insert каналына Valhalla Vintage Verb'ті қолданамыз. Бұл жерден де қалаған режимін таңдаймыз. Room, Fall, немесе Play, Color. Және де низкий частотасын қиямыз, сонымен қатар высокий частотасында. Бұл жерде жөнделген сигнал мен жөнделмеген сигналдың ортасына апару үшін микс кнопкасы бар, соны қолдануға болады. Немесе bypass кнопкасының қасында mix dry wet кнопкасы бар. Жөнделген сигнал мен жөнделмеген сигналды араластырайық. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. Unlock the four kingdoms, flow for my act. Келесі қосымша delay салайық. Маған edge delay ұнайды.
Бұл жерден 1/8 таңдайық. Пинг-понг режиміне ауыстырамыз. Және керек емес төменгі частота мен жоғарғы частотаны алайық. Және фидбэкті қайталанатын режимді төменге түсіреміз. Бұл жерден де драйв уайтты қолданамыз кнопкасын. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. On the left, before king dance, flow for my act. Let me rock my legs back. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. Мен бұл жерде основной группаға дилейді қосып жүріппін. Бұл дилейді біздің лид вокалға апару үшін жай ғана edge дилейдің үстінен мышканың сол жақ батырмасын ұстай отыра көтереміз да лид вокалға алып келеміз. Қарап отырыңыздар, бізде edge дилей лид вокалдың трегіне келіп түсті. Және основной группадан edge дилейді алып тастаймыз. If I rock, I show you how to act. If you act like me. Ревербті кішкене азайтайық. If I rock, I show you how to act. If you act like me, Және де қосымша тағы да көптеген плагиндер қолдануға болады. Өздеріңізге ыңғайлы. Мысалы мен Chorus'ты қосқым келіп тұр. Chorus эффектісін. Chorus эффектісін ұстай отыра Valhalla'ның жоғарғы бөлігіне апарамыз, яғни дестердің астына. Мышканың сол жақ батырмасымен. Бұл жерден пресет таңдауға болады. Gentle Vocal Huge или Hug. if I rock, I show you how to act. If you act like me. Және де бұл жерден де драйв уайтты азайтамыз кнопкасымен. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. On the left. Бірге тыңдап көрейік. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. On the left, before king dance, flow. Жақсы. Келесі енді бэк вокалдармен жұмыс істейік. Бізде сол жақта және оң жақта екі бэк вокал бар. Just going out there in the sky. If I rock, I show you how to act. If you act. Екі каналда да бір дауысы ойналып тұрғаннан кейін, осы екі каналды біріктірейік бір группаға. Яғни, бірінші канал таңдаймыз, және контролды басып мышканың сол жақ батырмасымен екінші канал таңдаймыз, және клавиатурадан F кнопкасын басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, біздің екі бэк вокал бір группаға келіп тіркелді. Бұл жерде не жасауға болады? Мысалға, Feel the clouds of sacrifice. эквалайзер қолданайық. Feel the clouds of sacrifice. Just going out there in the sky. Can't get enough. La la la. Керек емес частоталарды алып тастаймыз. Love for my act. Let me. Мен әрқашанда бэк вокалдардан 3 пен 4 кГц арасында частотаны төмендеткен жақсы көрем. Неге? Ол яғни ең басты вокалға частотный конфликт тудырмайды, яғни әсерін тигізбейді. Және де компрессор қолданайық. Two-way. Лимит бөлімін компрессор бөліміне ауыстырамыз. Kill the clouds of sacrifice to the lion. Just going out there in the sky. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. La la la. Жақсы, және де дестер қолданайық. Мен қайтадан дестер ашпаймын, лид вокалдағы дестерді алып, осы бэк вокалдың группасына келіп қоямын. Мінекейіңіз түсті. Бұл жерде көбірек қолдануға болады дестерді, өйткені біздің лид вокалдың S, Ш, тағы да басқа звуктарына кері әсерін тигізбеу үшін.
Жақсы, енді тыңдап көрейік. Innocent, shining like a diamond. Every crystal will get too high. Kill the clouds of sacrifice. Және де бэк вокалдың дауысын басайық. If I rock, I show you how to act. If Маған екінші бөлімнен бастап бэк вокалдардың дауыс қаттылығы ұнап тұр. Бірақ бірінші бөлігіндегі дауыстың қаттылығы өте жоғары шығып тұр. Сондықтан екі айтымды белгілеп аламыз да, ортасынан бөлеміз. Бастапқы айтымдарды белгілейміз да, дауысын басамыз. Айтымның волюмінен. innocent, shining like a diamond. Every crystal will get too high. Kill the clouds of sacrifice. The lion. If I rock, Және де бұл жерде трек екі бөлімнен тұрады. Бірінші яма, екінші қайырма және дроп. Мән беріп тыңдасаңыздар, яма бөлімінде lead vocal өте сухой естіліп тұр, яғни құрғақ естіліп тұр. innocent, shining like a diamond. Оған бірдеңе жасап көрейік. Ол үшін Valhalla Vintage Verb ашамыз. Және mix бөлімінде drive with кнопкасын бір рет басамыз. Сонымен қатар last touched fx параметрді басамыз да, біз mix drive with кнопкасының автоматизациясын шығарып аламыз. Valhalla Vintage Verb'ті жабайық. Осы жерден нүктені белгілейміз. Және керегенше эффектті ашамыз. Innocent, shining like a diamond. Every crystal will get too high. Және де бұл жерге де эффект жасауға болады. Ол үшін Edge Delay'ді ашамыз. Бұл жерде де Drive with кнопкасының бір басып, Last Touched FX параметрге алып келейік. Өзімізге керекті нүктелерді белгілеп алғаннан кейін көтереміз. Мысалға, осылай. Will get too high. Сонымен қатар Edge Delay'ға кіріп, Drive with-ті қарасаңыз, ол автоматикалық түрде қозғалады. Will get too high. Кішкене фидбэкті ашуымызға болады. Will get too high. Сонымен қатар Reverb-тінде автоматизациясын ашуға болады. Мысалға осылай. Will get too high. Kill the clouds of sacrifice. The lion. Барлығын жасап алғаннан кейін, мастер каналда моно кнопкасын басамыз, моно тексеріп алайық. I show you how to act. If you act, will get too high. Менің ойымша, дауыстар өте қатты шықтыр, сондықтан бүкіл дауыстарды 1-2 децибелға басайық. 1-2 децибелға басу үшін бүкіл вокалдар тұрған группаны таңдаймын. Және А кнопкасын басам, -1-ге түсіреді. Мен мысалға 3 рет бастым, -3 децибелға түсірдік. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. I'm like the fucking. Мен сіздерге записінің жылдам және тез жазылуын түсіндіріп кеттім. Келесі мастер каналға өтейік. Мастер каналдан қалаған лимитерімізді таңдайық. Мысалға мен Invisible лимитерін таңдадым. Және микстің дауысын шығарайық. Өзімізге ыңғайлы керек вариантында. Ол үшін мысалға көтеруге болады мастер каналда. Және бірінші ол бұл жерде көріп тұрған сандар ортасындағы пик бөлімі. Және сол жағыңызда көріп тұрған RMS. If I rock, I show you how to act. If you act like me, I can't get enough. I'm like the fucking dance floor for my act. Let me rock my legs back and wish me la la. Бізге шамамен -7, -8 RMS көрсеткісі жеткілікті. If I rock,